Танмен таласа ТДК хрейк арнасын қосқан ағайынға ассалаумағалейкум дейміз. Армысыздар ізгілікке жаны жақын, жүрегі мейірімге толы көрермендер. Бүгін шілде айының 24-ші жұлдызы күн дүбірлі дүйсенбі. Жұмыс күндері ұйқыларыңыздан сергітіп оятар қайырлы таң шығармашылық ұжымы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі күндеріңіз толағай табыстар мен жағымды жаңалықтарға толы болсын. Студияда мен Есбол Төлеміс және әріптесім Ақбаян Мұратқызы. Адамның есте сақтау қабілеті тылсым дүние Есбол. Оның жұмыс жасау үрдісі бізге беймәлім. Кей кездері ми бізге қажетті ақпараттарды ұмытып қалып жатады. Алайда бұл қабілеттерді дамытуға болады Ақбаян. Мида адамның бұлшық еттері секілді, оны жаттықтырмаса, ол әлсіз болады. Мысалы, күнделікті жаттығулар, жүгіру, жүзу секілді спорттық бағдарламалар арқылы мидың есте сақтау қабілетін жақсартуға болады екен. Солай екен. Ендеше құрметті көрермендер, бағдарламамызды таңғы жаттығумен бастаймыз. Шынығып, шымыр болайық. Қайырлы таң, құрметті достар. Бүгін сіздермен мен Асел және құрбым Райгүл. Келесі бел жаттығуларына көшейік. 1 дегенге оңға майсамыз, 2 солға майсамыз. 1, 2, 1, 2 ары қарай. 1, 2 солға қарай. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Қолымызды екі жаққа қарай ашамыз да жаттығуымызды бастаймыз. Оң қолдан 1, 2, 3, 4. Созамыз қолымызды. 2, 3, 4. Енді сол қолымызды 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қайтадан енді өзімізге қарай айналдырамыз. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сол қол. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Іште 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқ жаттығуларына көшелік. Аяғымызды 1 сыртқа айналдырамыз. 2, 3, 4. Керісінше 1, 2, 3, 4. Енді сол аяқтан сыртқа айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Керісінше 1, 2, 3, 4. Енді аяғымызды алға лақтырамыз. Артқа лақтырамыз. Алға лақтырамыз. Артқа лақтырамыз. Алға. Артқа. Алға. Артқа. Сол аяқ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді жанға. 1, 2, 3, 4. Осымен біздің бүгінгі таңғы жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қазақтың ақын қыздары әрқашан өз биігінде. Кешегі фаризалардың сара жолын жалғап, қасиетті қаламды жанына серік еткен ақын қыздарымыз жетерлік. Солардың бірі Айгерім Сариева. Қаршадай қыздың жалынды жырлары әр бойжеткеннің нәзік жүрегінен шыққандай сезім тудырады. Ендеше бүгінгі поэзия әлемін Айгерімнің шығармашылығына арнаймыз. Сариева Айгерім Ерболатқызы 1996 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Халық композиторы, ақын әрі әнші Мұхиттың елі Қаратөбеде дүние есігін ашып, Мұхит атындағы жалпы орта мектепте білім алған күндей көркем қыз жастайынан өлең жырға құмар болып өскен. Поэзия нәзік жүрегінен шыққан өмірінің бейнесіне айналған ақын қыз талай жарыстарда бағын сынап, жүлделі орындарға ие болған.
Қазіргі күні белсенділігі жоғары Массагет порталы ұйымдастырған ән мәтіндеріне өлең жазуға арналған байқаудың жүлделі 2-ші орнын қанжығасына байлаған. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің шаңырағында білім ала жүріп, білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің алғыс хатына ие болып, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі Миржан Әлібекұлының тележурналистиканың өзіндік стилі мен имиджі атты шеберлік сағаттарынан дәріс алған. Жырым деп соққан жүрек иесіне бағалайтын кейіпкерлерінің көп болуын тілейміз. Қайырлы таң, Орал. Сіздерге өз шығармашылығымнан «Өмір ғажап» деген өлеңімді оқып беремін. Қабыл алыңыздар. Өмір ғажап, өлең ғажап, сен ғажап. Сені ессіз сүйе білген мен ғажап. Қызғаншақпын дейсің жаным шынында, мендік жүрек сенен де өткен қызғаншақ. Өмір биік, өлең биік, сен биік. Есілесің сағынышым нұр қиып. Менің көзім терең болса теңіздей, сенің көзің шіркін түпсіз тұңғиық. Өмір бақыт, өлең бақыт, сен бақыт. Сені ғана жырлап өтер жыр жақыт. Сырлы жанға сыңар етіп жалғызым, сені маған сыйға тартты бұл уақыт. Өмір дастан, өлең дастан, сен дастан. Сезімінсіз көкжиектен күнді ашқан. Терезеге қарадым, теңім бе деп, толығаймен түнгі аспан. Өмір көктем, өлең көктем, сен көктем. Уақыт келер біз аңсаған, біз күткен. Сені жерде жолықтырып жүрсем де, түсімде ылғи кездестірем нұр көктен. Соңғы кездері көпшілік арасында спиннер ойыншығы күннен күнге тез таралып келеді. Ал өндірушілер мен сатушылар бұл ойыншықтың антистресс ойыншығы екенін айтып, жар салып жарнамалауда. Расында солай ма? Бұған дейін бұл ойыншықтың аты түгіл өзінде білмеген едік. Спиннер бұл қолға арналған мини жаттығу құралы. Жалпы спиннерді іске қосу үшін ортасынан 2 саусақпен ұстап, сыртқы бөлігін айналдырамыз. Яғни спиннерді бір рет бағыттап жіберсеңіз, 2 минутқа дейін тоқтаусыз айнала алады. Және бұл ойыншықтың ерекшелігі қолданушыларында жас мөлшері белгіленбейді. Яғни барлығы пайдаланады, үлкені де, кішісі де. Мына ойыншықты қазір екінің бірінің қолынан кезіктіруге болады. Бір қарағанда қарапайым ғана айналмалы зат. Алайда бүлдіршіндерді соншалықты баурап алатындай нендей қасиеті бар. Алдымен атауына қысқаша анықтама беріп алайық. Спиннер ағылшын тілінен аударғанда айналмалы доп деген мағынаны білдіреді. Оны антидепрессантты ойыншық деп атайды. Яғни адамды алдандырып, күйзелістен арылтуға көмектеседі мыс. Қазір танымал болғанымен, бұл ойыншық 1993 жылы пайда болған. Оны бұлшықет ауруымен ауыратын америкалық өнертапқыш ойлап тауыпты. Науқас болған соң ол сәбиіне қарай алмай, дәл осы өнертабысымен ғана баласын алдандырған көрінеді. Міне, сол уақыттан бері спиннер жер жүзін шарлап кетті. 3 жапырақты спиннер, жарқырауық, дөңгелек, 4 бұрышты спиннер сынды бірнеше түрлері де бар. Дәрігерлердің сөзіне сенсек, бұл ойыншық қол моторикасын дамытуға пайдалы. Сондай-ақ аутизм дертіне шалдыққан балаларды тыныштандыруда таптырмас құрал саналады. Бұдан бөлек спиннер ойды жинақтауға да үлкен септігін тигізеді. Десе де бір кемшілігі бар. Бала үнемі қолына айналдырып отыратындықтан бұл оған әдет болып қалыптасады. Осыған байланысты бүгінгі таңда көптеген ата-аналар бұл ойыншық балаларды сабағынан алаңдатады деп айтып отыр. Демек, спиннердің пайдасымен қоса зияны да бар. Тіптен бағасы да әжептәуір қаржыны талап етеді. Кішкентай ғана ойыншық бағасы 800 теңгеден жоғары. Ойды жинақтау үшін мұндай ақшаға спиннер алғанша жай ғана қаламды немесе басқа да кез келген жеңіл затты айналдыра берсеңіз болады. Спиннерді сатып алмас бұрын біз айтқан деректерді ескерерсіз деген ойдамыз. Жаңа туған нәресте үшін басты қорек бұл әрине ана сүті. Дәрігерлердің айтуы бойынша сәби 6 айға дейін омырау сүтімен қоректенуі тиіс екен. Сонымен қатар ана сүтін емген бала жасанды қоспа емген балаға қарағанда диарея мен тыныс алу жолдарына ауруларына аз шығалдығатын көрінеді. Сондай-ақ баланың иммунитеті де жоғары болып келеді. Ал осыдан кейін балаға емізік беру қаншалықты дұрыс? Соған бірге зер салып көрейік.
Расында жылаған сәбиге емізік беру баланы жұбатудың ең көп тараған әдісі. Бүгінде емізікті ермекке айналдырып, алданып отыратын бөбекті әр үйден кездестіруге болады десек, жалған айтпаған болармыз. Ему рефлексі сәбиде ананың құрсағында жатқан кезде пайда болады. Шыр етіп дүние есігін ашқан шақалаққа ана сүтінен артық тағам жоқ. Дегенмен көптеген жас аналар себепті себепсіз баланы емізікке үйретуге тырысады. Ал педиатр мамандар бұл құралды тек мазасыз бөбектерді жұбатуға ғана қолданған жөн дейді. Дүкендер мен дәріханаларда емізіктің сан түрі бар. Сол себепті оны таңдаған кезде мынадай қағидаларды басты назарда ұстаныңыз. Емізіктің сапасы мен жасалған материалына зер салыңыз. Оның пішімі сәбидің жасына сәйкес болуын қадағалаңыз. Емізіктің пластикалық негізінің екі жағында сәбидің еркін емуіне мүмкіндік беретін тесіктері болуы шарт. Сондай-ақ оның қандай материалдан жасалғанын тексеріңіз. Көбіне силиконды емізік сапалы келеді. Ең бастысы кез келген емізікті немесе бөтелкені микробтардан тазарту үшін қолданар алдында кем дегенде 10 минут ыстық суға қайнату керек. Қайта-қайта стерилдей бермес үшін арнайы ұстатқышпен баланың кеудесіне қыстырып қойған абзал. Бүгінде емізік ересек балалардың да жұбанышына айналып жатады. Оның себебі бала емізік емуді әдет қылып алғандықтан дәрігерлер 3 жастан асқан бөбектерге зиян екенін жасырмайды. Сондықтан маман кеңесіне жүгінуді ұмытпағайсыз. Қазіргі жағдайда бұрынғыдай сорғыш, сосқы емізіктер беруге болмайды. Себебі бала тек қана ана сүтін білу керек. Ананың емшегімен тамақтандыру керек. Сондықтан қосымша емізіктер берілмейді. Оның пайдасы жақтары да бар. Ол каучук резинадан жасалады. Ол организмге өте пайдасыз. Және ана сүтін толығымен үйрену үшін сол емшекке. Сондықтан сорғышты беруге болмайды. Қазір спортпен айналысу сәнге айналды. Ер балаларымыз спорт залынан шықпаса, қыздар би, аэробика үйірмелеріне қатысады, йогаға да қатысады. Соның ішінде ең пайдалысы йога деп ойлаймыз. Олай болса, таңғы жаттығу жасап, денемізді әрқашан шынықтырып, спорттың әртүрлі саласымен айналысып жүрейік. Басты байлық денсаулық екенін естен шығармаңыздар. Йога ойыңызды жинақтап, сезім мен эмоцияңызды түсінуге көмектеседі. Нәтижеге жетуді қаласаңыз, жаттығуларды дұрыс орындауыңыз керек. Бастапқыда йога жаттықтырушысымен жұмыс жасаған жөн. Себебі жаттығуды қате орындасаңыз, жарақат алуыңыз мүмкін. Йоганың көмегімен ағзаны қалыпқа келтіруге болады. Алайда ол үшін үздіксіз жаттығу керек. Сонымен қатар дұрыс тамақтанып, ұйқы режимін бұзбай, алкоголь мен никотиннен бас тартқан жөн. Йога иммунитеті қалыпқа келтіруге де көмектеседі. Себебі жаттығу кезінде органдар мен тіндер қимылдап, қан айналымы жақсарады. Бірден күрделі жаттығудан бастамаңыз. Алдымен жеңіл, оңай жаттығудан бастап, уақыт өте келе техниканы күрделендіресіз. Дегенмен, бәрі сәтті болсын десеңіз, арнайы жаттықтырушының бақылауымен жасаған жөн. Йога дененің иілгіштігін дамытады. Уақыт өте келе денеңізге жан біткендей болып, бұлшық ет тіндері жұмсарып, созылғыш болады, және сіңір, тамырлар ауруы басылады. Фитнес пен аэробика йоганың орнын баса алмайды, себебі олар бұлшық етті өсіруге көмектеседі. Ал йоганың мақсаты мүлде өзге. Жүрек ауыратын адамдарға йога зиянды емес. Жаттығулар жүрек соғуы мен қан қысымын көтеріп жібермейді. Дегенмен жазылмас бұрын өз дәрігеріңізбен кеңескеніңіз дұрыс. Егер сколиозбен ауыратын болсаңыз, йога оны емдеуге көмектеседі. Ол үшін жаттықтырушымен арнайы жаттығу бағдарламасын дайындау керек. Йога арықтауға да көмекші. Әрине, бірнеше айдың ішінде артық салмақтан толықтай арылу қиын. Бірақ бір жылдан кейін денеңіз сымбатты, тартымды болады. Бар болғаны йогамен үздіксіз айналысып тұрсаңыз болғаны. Қаламыздағы облыстық тарихи өлкетану мұражайында көздің жауын алар қолөнер шеберлерінің көрмесі өтуде. Бұл көрмеден сіз кез келген уақытта өзіңізге қажетті затты таба аласыз. Дәл осы себепті қала тұрғындары мен қонақтарын мұражайға шақырамыз. 2017 жылдың наурыз айынан бастап қаламыздағы облыстық тарихи өлкетану мұражайында қолөнер шеберлерінің көрмесі ашылды. Мұнда көздің жауын аларлық қолдан жасалған ойыншықтар, қуыршақтар, әшекей бұйымдар мен ыдыстар қойылған. Оларда қолөнер шеберлерінің жан жылуы, жайлылыққа, шығармашылыққа және әсемдікке деген ұмтылысы бар. Көрменің мақсаты заман талабына сай, жергілікті қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан ұлттық бұйымдарды халыққа таныстырып, кеңінен насихаттау. Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінде биылғы 2017 жылдың 14 наурызынан бастап жаңадан жоба басталды.
Жобаның аты ел іші өнер кеніш деп аталады. Сол жоба барысында көкейімде бар әлем от рукоделия к бизнесу атты көрме жабдықталып отыр. Жалпы бұл жобаның мақсаты біздің өңіріміздегі қолөнер шеберлерін немесе жеке коллекционерлерді халыққа етене жақын таныстыру. Жалпы біздің өңірімізде осындай қолөнермен айналысатын немесе жеке коллекция жинайтын адамдар баршылық, бірақ халық оны біреу білсе, біреу білмейді. Сондықтан да осы қолөнермен шұғылданатын адамдарды немесе жеке коллекция жинайтын адамдарды халыққа жақын таныстыру мақсатында өткізіліп отырған жоба. Жаңадан кәсіп бастап жүрген қолөнер шеберлері баршылық қалада. Соларға да бұйымдарын әкеліп сатуға мүмкіндік бар. Біз алдымен заттарды қабылдап алғанда ол кісілерден құнын сұрап алып қаламыз. Осы біздің музейге келген қала тұрғындарына, қонақтарына келіп, жалпы музейді көргенде біз міндетті түрде айтамыз, бізде осындай жоба болып жатыр, келіп сол жобаның көрмесін қарауыңызға болады, және осы дүниелердің сатылатындығын сатып алып жатқан халық көп. Бұған қоса халық арасында ұлттық қолөнерді сақтап, дамыту жолында еңбек етіп жүрген тұлғалардың жұмыстарын өскелең ұрпаққа таныстырып, қасиетті ұлтымыздың құндылықтарын сақтай отырып, еңбекке баулу да маңызды. Аталмыш көрме жәрмеңке осы жылдың желтоқсан айына дейін жалғасып, қорытындыланады. Тағы бір айта кетерлігі, көрмені тамашалауға келген әр адам өзіне ұнаған қолөнер бұйымын сатып алуға мүмкіндігі бар. Бұдан түскен қор шеберлердің ары қарай жеке кәсібін шыңдауға жұмсалатын болады. Құрметті сүйікті біздің көрермендеріміз, біздің келесі бейнеүздігіміз сұлулыққа жаны құштар жандарға арналады. Жылдың әр мезгілінде әдемі болып күтініп жүруді естен шығармаңыздар. Әсіресе жаз айында қыздарға міндетті түрде күтім қажет. Ол үшін сіздерге қаламыздағы ең озық технологиясы, білікті мамандары бар Мерлил сұлулық салоны көмектеседі. Дене бітімі мен ағзаны дұрыс қалыптастыру үшін таптырмас әдіс көп. Сондай әдістердің бір түрі массаж. Массажбен қатар емдік шөп дәрілерді денеге жағып, уқалаудың да пайдасы зор. Массаждың пайдасы туралы орта ғасырларда Ибн Синаның еңбектерінде жазылған. Ол массаждың әрбір түрін талдап берген. Массаж бірнеше топқа бөлінеді. Олар емдеу, гигиеналық, косметикалық және спорттық массаждар. Денедегі тұз жиналу мен ағзаға жиналған сары суды ыдырату көптеген ауруларға тосқауыл бола алады. Массаж дененің әр бөлігіне жасалады. Мәселен, бетке, басқа және денеге арналған массаждар ағзадағы ішкі ауруларды емдеуге жәрдемдеседі. Массаж жасағанда теріде, бұлшықетте, буындарда жатқан нерв талшықтары тітіркенеді. Яғни бұл процестен кейін адамның денесі сергіп, рахаттанып, көңіл күйі көтеріліп, ауырған жері басылады. Көктемде бойыңызды сергек ұстап, көңіл күйіңіз жақсы, денім сау болсын десеңіз, Сити Центр ойын-сауық орталығының бірінші қабатында орналасқан Мерлил сұлулық және спа салонына келіңіз. Байланыс телефоны 30 10 10. Құрметті көрермендер, дүйсенбі күніне арналған бағдарламаны осылайша қорытындылаймыз. Әрбір атқан таңдарыңыз тек сәттілікке толы болсын. Елімізде тыныштық болғай, бейбіт елдің берекелі күндері таусылмасын. Келер күннен тек жақсылық күтейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Сонымен қатар естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық санын арнамыздың ресми сайтынан көріп біле аласыздар. Келесі эфирге дейін аман сау болайық. Тоқты. Біріншіден көңіліңізді түсірмеңіз. Екіншіден жаныңызға жақын іспен айналысыңыз. Ал үшіншіден сізді кез келген жағдайда қолдайтын, көмектесетін адам іздеңіз. Бәрі жақсы болады. Торпақ. Бүгін сіз ұшып қонып жүріп, біраз жұмыстарыңызды бітіріп алуыңыз мүмкін. Алайда шаршағаннан ішімдік ішкісі келіп, не болмаса танымайтын адамдармен роман құрғысы келетін торпақтардан өте сақ болғаны абзал. Егіздер. Бүгін сіз асықпай жүріп, жетістікке жетуіңіз мүмкін. Жан-жақтан келіп түскен ұсыныстарды жіті ойланып, дұрыс шешім қабылдағаныңыз абзал. Жақындарыңызбен ренжісуден сақтаныңыз. Шаян. Күн басында мазасызданып, сабырыңыз қашады. Ненің қайдан басталып, қайдан аяқталарын білмей дал болуыңыз мүмкін. Алайда уақыт өте бәрі орнына келеді. Арыстан. Бүгін жаңа жобалармен жұмыс істеген өте тиімді болмақ. Нәтижесінде қомақты қаржыға кенелуіңіз де мүмкін.
алға қойған мақсатыңызға жету үшін әрекет жасап, алға қарай жылжыңыз. Бикеш. Күніңіз бір қалыпты өтпек. Өзіңіздің ақылыңыз бен біліміңізге сүйеніп, бұрыннан шешілмей жүрген мәселелердің басын ашуыңыз мүмкін. Кешіңіз романтикаға толы болады. Таразы. Күніңіз жақсы жаңалықтармен басталмақ. Ақшаңызды үнемдеп жұмсаңыз. Алдағы күндері өзіңізге мол қаражат керек болады. Сары шаян. Бүгінгі күніңіз сіздің істеген әрекетіңізге байланысты дамымақ. Жоспар бойынша жұмыс істеп, уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Кешке уақытыңызды өзіңізге арнап, демалғаныңыз жөн болар. Мерген. Бүгінгі күн қызығы мен шыжығын өзімен бірге ала келмек. Алайда бәрі өз қолыңызда. Айналаңызда болып жатқан жағдайларды сабырмен қарсы алыңыз. Күннің ортасынан бастап, жұмыстарыңыз реттеліп, көңіліңіз жай табады. Тау ешкі. Үміт артқан адамдарыңыздан көңіліңіз қалуы да мүмкін. Алайда күн ортасында жаңа жұмыстар бастап, жетістікке жетуіңіз де мүмкін. Кей қиындықтардың шешімін уақытқа қалдырып, сабыр сақтағаныңыз жөн болмақ. Суғйғыш. Суғйғыштардың ойламай шешкен істерінен үлкен қате кетіруі мүмкін. Алайда уақыт өтіп, бәрі қалпына келгеннен кейін жіберген қателерді жөндеуге де мүмкіндік туады. Балықтар. Бүгін жұмыста да, жеке өміріңізде де тың өзгерістер болып, жақсы жаңалықтарға толы болмақ. Алайда сізге не маңызды екенін шешіп алғаныңыз дұрыс. Сапарға шығудан аулақ болыңыз.